Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Егер сіздерде үйде 5-6 алма болатын болса, міндетті түрде осы пирог дайындап көріңіздер. Өте жеңіл жасалады, қарапайым заттардан ғана осындай дәмді пирог дайындауға болады. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз, шым-шым тұз саламыз, және де бір ас қасық құбысытқыш салатын боламыз. Енді осы құрау қоспаларының барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді біз келесі кезекте бөлме температурасындағы тұрған сары майды саламыз. Енді осы қолымыздың көмегімен осы майымызды жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Егер де сіздерде 5-6 дана алма болатын болса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шарлоткадан гөрі осы пирогты дайындасаңыздар өте дәмді және де әдемі пирог болып шығады. Қараңыздар, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осылайынан болу керек. Енді біз қазір үстіне қант саламыз. Қайтадан жақсылап бір рет осылай қантымыз араласқанға дейін араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте біз үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз. Алдын ала жұмыртқаның сарысы мен ақуызын ажыратып алдым. Қамырына біз жұмыртқаның сарысын қолданатын боламыз. Осылайынан жұмыртқаны ортаңғы бөлігіне құйып, қамыр иленгенге дейін осылай илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осындай жұп-жұмсақ, песочный қамыр дайын болу керек. Қамырымызды қазір салқын жерге қойып қоямыз. Оған дейін салмасын жасауға кірісеміз. Табамызға сары майымызды саламыз. Сары майымыз сәл ерігенге дейін осылай араластырып аламын. Енді біз сары майдан кейін үстіне алма салатын боламыз. Қалауларыңызша алмұрт салуға да болады. Мен бірақ алмамен осы пирогты жақсы көремін жасағанды. Алмамызды міне салдым. Қараңыздар, осындай үлкен-үлкен қылдырып кесіп аламыз. Долька-долька жасап, өте қатты ұсақ қып керек емес. Осындай жасасаңыздар өте әдемі болады. Енді біз қазір сары майымыз ерігенге дейін осылай бір рет араластырып алдық. Үстіне қант салдық. Қант салғаннан кейін қайтадан осылай лопаткамыздың көмегімен араластырамыз. Қатты араластырып, алмамыз пюре болғанға дейін жасап керек емес. Міне осылай шыққанға дейін кішкене араластырамыз. Енді қазір қақпағын жауып, шамамен 2-3 минутқа ғана ұстаймыз. Одан артық ұстап керек емес. Алмамыздың бізге езілгенді керек емес. Қараңыздар, қазір сіздерге көрсетейін. Осылайынан бізде алма өзінің согын бөлуі керек. Астыңғы жағында көріп тұрсаңыздар. Енді біз меренгасын дайындаймыз, безесін. Ақуыз және де қантты саламыз. Осылай миксеріміздің көмегімен ағараңға дейін жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұл жерде міндетті түрде біздің барлық ыдысымыз, миксеріміз барлығы құрақ болу керек, және де жұмыртқамыздың ақуызы салқын болуы керек. Міне осылайынан миксерлеп алдым. Осындай қоюлықта болды. Енді қазір пирогымызды жинауға кірісеміз. Мендегі форма диаметр 22 см. Астына фольга төсеп алдым. Пергамент қағаз төсеңіздер де болады. Енді қамырымызды орналастырып, қолымыздың көмегімен осылай жайып шығатын боламыз. Өте жұмсақ қамырымыз, сондықтан бізге осылай бортиктарын барлығын шығару өте оңай болады. Бортиктарын шығарып, осылай шанышқының көмегімен шеттерін әсемдеп шықсаңыздар болады, және де артық бөлігін кесіп тастасаңыздар болады. Менде бортигі сәл ұзындау болып кетті. Сәл осыдан қысқарақ істесеңіздер дұрыс болады. Меренгамыз осы қамырымыздан жоғары болып тұруы керек. Қараңыздар, міне біздің салмамыздың соғы күшті болып шығып тұр. Ең бірінші салмамызды осылай салып аламыз. Одан кейін лопаткамыздың көмегімен тегістеп шығамыз. Қатты баспаңыздар, сәл-сәл ақырын осылай тегістеп шықсаңыздар болғаны. Алмамызды толықтай орналастырып шықтық. Енді қазір үстіне безесін құямыз. Беземізді құямыз толықтай. Жоғарыда айтып өткенімдей, беземіз негізі осы пирогтан биігірек болу керек. Мен бортиктарын сәл ұзындау қылып, биіктеу қылып жасап қойыппын. Сәл төменірек жасаңыздар болады. Міне осылайынан орналастырып шықтым безен. Енді осы пирогтың үстіне узорлар шығу үшін, яғни бедерлер осылай кисточкамен өтіп шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Шамамен 1-2 сағаттай суытып алдым. Қараңыздар, қандай күшті пирог болып шықты. Өте дәмді. Бізде қамырымыз песочный, жұп-жұмсақ, салмасы өте дәмді, және де үстіндегі безесі бұлт сияқты нәп-нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, қоңырау белгісін басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін бассаңыздар, жаңа шыққан рецептті алғаш болып көретін боласыздар. Және де комментарийға қандай рецепт көргілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.